Достар, бұл бізде кешкі влог. Біз қазір қалаға шығып бара жатырмыз. Сол бойынша видео түсіретін боламын. Ендеше видеоны бастайық. Бақтар сенің еркіңде жаныма жол тауып. Кешелері мен IELTS бойынша кітаптар заказ бергенмін, солар келді. Енді бүгін 15-ші, яғни IELTS Cambridge кітабымен мен дайындалдым. Listening, сосын reading. Listening'на мен примерно 7,5 алып жатырмын, ал reading болса 6,5. Егер сіздер де IELTS тапсыратын болсаңыздар, ендеше мен сіздерге беретін кеңесім IELTS Advantage дейтін каналды көрсеңіздер болады. YouTube'тан өте жақсы, керемет түсіндіреді. Бізде осындай қыз бар. Осы қызбен бірге қазір қалаға кетіп бара жатырмыз. Сәлем деп жүр. Может, бірнеше жылдан кейін өзіңді менің YouTube каналымнан көріп отыратын шығарсың деп. Уже қаладамыз. Аяғыма осындай кроссовки киіп алдым. Осындай очки алғанмын. Жақын арада бір аптадан асып қалды. Көзім -1,25, яғни зрениеңкі. Осыны алғаннан кейін әлде қайда өмірім жеңілдеп қалды десем болады. Өйткені көбінесе белгілі бір цифрларды точно көрмегеннен кейін, кейбір кезде алыстан адамдардың түрін де нақты көрмегеннен кейін адамдар танымай қаласың, не болмаса кейбір адамдарды ұқсатасың, мынау емес пе еді деген секілді. Қазір сыртта жүрміз, кейін енді Шымкент базаға барамыз. Жаздың бір ай өтті, енді қорытындысын жасайтын болсам, мен SAT дайындалып бастадым, сосын IELTS экзаменге дайындалып бастадым, потом ұбт-ға енді дайындықты бастаймын, бірақ әлі нақты дайындалып бастаған жоқпын. Барлық фокусты енді қазір IELTS-қа қойдым, содан кейін менде летний лагерь болып жатыр. Консультация алып жатырмын онлайн, потом жұмыс жасап жатырмын. Қазір еш нәрсеге үлгеріп жүрген жоқпын, поэтому азанда көбінесе жаттығу жасап жатқан жоқпын. Бірден компьютерге отырасың, сабақ анау-мынау орындайсың, кеш болады. Еще мен YouTube-қа видео салмай кеткен болатынмын, бірақ та YouTube-қа енді мүмкін болса активно әртүрлі видеолар, блогтар түсіретін боламын. Және де мен TikTok-та бір ғасырда бір рет видео салатын адаммын, вообще салмайын TikTok-қа. TikTok-қа және де YouTube-қа уже салып бастадым активно. Неге өйткені, может быть, социальная батарейка села деп ше. Шынымен мүлдем еш нәрсеге құлшынысым болмай жүрген еді. Уже соңғы күндері YouTube, TikTok түсіріп жатырмын. Жоқ, мына жер мынандай. Арғы. Қазір уже сағат қаша? 9 болды. Біз енді кірдік. Қазір ішінде қаша? Жарым сағаттай ма примерно? Көзіме түсетін тапқан жоқпын, бір әдемі. Мен бәрі әрине свет жанып тұрғанға әдем, көрінеді вроде бы, но мен кигенге комфортно, бір әдем. Көзге түсетін бір киім тапқан жоқпын. I am complaining. Үшінші этажды көрейін деп жатырмыз енді. Екінші этаждан былайша маған қатты ұнаған киім тапқан жоқпын. Үшінші этаждан енді тағы да аралап көрейін деп жатырмыз.
Моти. Қайтып жатыр. Достар, біз қайтып бара жатырмыз деп. 3 этажын көрдім, араладық. Болмады мынау деп. Нормально көзге түсетін ұнаған киім таппадық, в общем. Енді қазір саат 10 болды, қайтып бара жатырмыз. Бір көйлек ұнады, ол тұрады екен. Өлі ол ұнады. Ойнап айтады. Calvin Klein деген көріп едім. Сарафан сияқтылар 77 мың тұрады екен. И сумка барғанша 17,5-нан басталады. Вот. Енді осындай битта кетіп бара жатырмыз. Қазір жолдан бір нәрсе аламыз. Ішін аралап шықтық, в общем. Жолда келе жатырмыз. В общем, қайтып, қазір саат 10 болды. Мен бүгіндікке айтайын ба? Нақтан көріп қызғаны тәуақамен жүрейін ба? IELTS-қа дайындалғаннан басқа тым істемеймін. Реально тым істемеймін. Болады ма ақыры бе? Ят. Может, мен қазір үйге барғаннан кейін SAT-ға дайындалуым мүмкін. Иә. Окей, мен бүгіндікке ешнәрсе былай істеген жоқпын. Кірпігімнен түйіс бақ бәрі сенің еркіңде жаныма жол тауып Бұл титулға сақ қоямын. қалғамын өзіңде және мендей жігіттің қарсы еместің етуіне бақ қандай асау шіркін Сенің есіңді күлімдесең бірақ ішіңде мың сұрақ қанып өзіңнен ұяласың жаным сонан шырақ деп қайтып келе жатырмыз. Көзіңнің қарасына ай менімен қаласың ба, қасымда қаласың ба деп енді жалғастырамыз қыз қайтатын кезде. Қазір жейтін бір нәрсе алайық. Мороженое мощный екен. 10-нан 10, 10 из 10. В общем, достар, қазір дейтін саат 12 болды, үйге келем дегенше. Потом мен осындай наушник алдым. Өйткені компьютерде көп отыратын болғандықтан наушник өте маңызды екен. Подкаст тыңдаған кезде болсын, содан кейін ағылшынша shadowing дейді ғой, мысалы, сондай кездердің барлығында әрине наушник керек. Қазір нормальный наушник алып, мәз болып отқан жайым бар енді. Вот, смотрите. Зор, мощный. Болып қалды. Так, енді ертең тыңдап көреміз, не болмаса қазір тыңдаймын ба, бірақ қазір тыңдайтын болсам менде вообще энергия жоқ. Қазір мен уже, скорее всего, ұйықтаймын. Білмеймін, ертең азында видео түсіремін ба, түсірмеймін ба. Менің влогымда уже соңына келіп қалды. Бүгін кешке, яғни жай ғана қалаға шығып, барып, көріп, жүріп қайттық деп айтсақ болады. Менің влогымда соңына келіп қалды. Ендеше сау болыңыздар. Алда тағы да әлі көптеген видеолар түсіретін боламыз. Сол жерде каналыма қолдау білдіріп, комментарий, лайк басып кеттіңіздер. Ендеше пока-пока.